Атадан қалған асыл сөз. Майқы би. Майқы би Мәнұлы біздің дәуірімізге дейінгі 178 жылы туып, 89 жылы дүниеден қайтқан. Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би дейтін қанатты сөз арқылы атадан балаға атағы таралып келе жатқан Майқы би бабамыз түйінді аталы, баталы, даналы шешен сөздің де, би біткеннің де басы болса керек. Қазақ шежіресінде екі Майқы би болғанға ұқсайды. Оның алғашқысы Ғайса пайғамбардан 12 жыл бұрын билік құрған Мәнұлы Майқы би. Енді бабамыздың бір топ нақыл, терме толғауын ұсынамыз. Қас батырда ұйқы жоқ, қас сұлуда күлкі жоқ. Күлкі қайдан болады, үйінде толдыр, мүлкі жоқ. Тамағынан жақын жоқ, мамада атың болмаса, еркегінде тақым жоқ. Серікке сенсең сенімсіз, шын көңілде салқын жоқ. Өзі қатты сараңдардың ешкімге айтар назы болмас. Келіні кей кемпір шалдың көрер күні жазы болмас. Жегжат берер бекер пұлдың көбіменен азы болмас. Құлақ жарар шәңкіл әуен тыңдағандай сазы болмас. Ұрыс көрген ұл мен қыздың мінезінің мәні болмас. Еттің бәр жал болмайды, бар сөз білген сал болмайды. Күйгөлөктің тез күн өтер, ол қартайып шал болмайды. Жапырақ жайған қызыл мия саялайтын тал болмайды. Қара көже көбідегі ас болады, бал болмайды. Түйе түлік шыдамы мол, бір шөккен соң мал болмайды. Науқас билеп кеткеннен соң шал шауқанда әл болмайды. Тұрған іркіт тамақ қырнар, тамақ болар, мән болмайды. Ақыл асқан зейінді ұл, басына іс түссе батпан, тәсіл табар, дал болмайды. Қойдан қойдың несі артық, қос табақтық ет артық. Қардан қардың несі артық, жылтыраған бет артық. Маңнан маңның несі артық, бір алпауыт бірі шартық. Аттан аттың несі артық, адымдап басқан ізі артық. Қыздан қыздың несі артық, қылмыңдаған көз артық. Ерден ердің несі артық, ептеп айтқан сөз артық. Пұлдан пұлдың несі артық, тозғанда шұлғау тоз артық. Екі лақтан бір тоқты, шікірадан қоз артық. Жыпырлаған жұлдыздан жартыкеш болса да ай артық. Биік жотадан су ағатын сай артық. Митыңдаған есектен күзелген бөдес тай артық. Қисусан салған ұлпадан бір-ақ уыс жүн артық. Тіршілік берген кәммеге барлығынан күн артық.